Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сандуғаш менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, нәзік булочкилердің бірі синабонный булочкин рецептін ұсынамын. Бұл булочки Америкадан шыққан дейді, және корицадан тұру керек құрамы, бірақ мен сияқты корица жақсы көрмейтіндерге шоколадпен жасайтын жолын көрсетейін деп шештім. Сондықтан мұқият қарап видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сүтімізге дрожж пен қантымызды, майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және оны 15-20 минутқа бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Енді шоколадымызды жақсылап майдалап, турап, оны кішкене азғана жаңғаққа араластырдым. Барлығын екеуін араластырып, және үстіне қант салып дайындап аламыз. Енді ыдысымызды қарасақ, осылай көпіру керек. Оның үстіне енді 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және електен өткізген ұнымызды шетінен қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Және үстінен сұйық майымызды азғана алып, жақсылап осындай жұмсақ қамыр илейміз. Және достар, менің каналымнан керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді осы қамырдың бетін жауып, жылы жерге қойып көтерілгенше 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Осылай топ-томпақ әдемі болып көтерілген кезде енді форманы жасауға кірісеміз. Видеода көрініп тұрғандай жайып, ортасына май жағамыз. Майды біркелкі етіп жағып болған соң, бағанағы дайындаған жаңғақтарымызды үстінен сеуіп ораймыз. Енді осылай майда бөліктерге бөліп, пергамент бумагасы төселген ыдысымызға жайғастырып шығамыз. Бетін тағы да 15-20 минутқа жауып қалдырып қоюымыз керек. Енді бетіне жағатын кремін дайындасақ, творожный сыр мен сливки қант үшеуін араластырып, осындай өте қою крем жасап аламыз. 15-20 минут тұрған синабонныйдың үстінен сүт құйып, қызып тұрған пеште беті қызарғанша 180 градуста пісіреміз. Енді кремін жақсылап біркелкі етіп жағып аламыз. Бұл булочкилердің кереметтілігі күнде жесең де шықпайтын дәмді булочкилердің бірі. Рас айтам, қыздар, жасап көріңіздер. Және назарларыңызға көп рахмет. Видеоларым сіздерге ұнаса немесе пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Сандуғаш.